Бүгін барша мұсылман қауымы үшін қасиетті екі ұлық мерекенің бірі ораза айт мейрамы басталды. 30 күн ауыз бекітіп, мұсылмандықтың 5 парызының бірін орындаған жандар 3 күн бойы оразаны айттап өтеді. Бүгін мұсылман жамағаты мешіттерге келіп айт намазына қатысты. Сондай қасиетті ай шеңберінде өңірде қайырымдылық іс-шаралары өткізілді. Мәселен, қалалық мешітте тұрмысы төмен 100 отбасыға материалдық көмек көрсетілді. Намазға ерте бару сауапты іс. Сондықтан Оралдың орталық мешіті таңғы 6 болмай-ақ лық толды. Алдымен жиылған жұрт Құран тыңдап, уағыз естіді. Облыстың өкіл имамы жамағатты құттықтап, тұрақтылық пен татулықтың тұғыры беки түссін деп тіледі. Айт намазы уәжіп амал, яғни дені сау, есі дұрыс ер адам оқуға міндетті. Ораза айты қасиетті айдың аяқталғанның белгісі ғана емес, ол 30 күндік құлшылықтың жемісі. Сондықтан әр шаңырақ мерекелік дастархан жайып, қонақ күтеді. Тума туыс, дос-жаранды аралап, мәре-сәре болады. Яғни бұл мейрам адамды ізгілікке, татулыққа шақырады. Жақсы ойда болуымыз, бір-бірін жақсылық жасамыз, халықтың арасында, достардың арасында жақындылық тұмызды астыра беруіміз керек. Себебі пайғамбарымыз айтқан, достар арасын бөлмеу керек, бұзылмау керек, бір-бірі кешу білгі, бүгін кешу күні. Осы күндері жалпы жетім жесірлерге, науқастарға барынша көмектесіп, жалпы сауапты амалдарды көбірек істеуге тырысу керек. Қасиетті ай басталысымен өңірде Рамазан керуені жобасы бастау алған еді. Оның аясында ел ішінде мейірімділік пен жанашырлық қасиеттер кеңінен насихатталып, көмекке зәру жандарға қолдау көрсетілді. Мысалы, Тәжейден Батырұлы мешітінде кезекті 100 жанұяға материалдық көмек көрсетілді. Жалпы бұл тек қана бүгін емес, осы мешіт және облыс бойынша Рамазан айының барлығы, облысымыздағы барлық аудандық мешіттер, тіпті ауылдық мешіттерге дейін осындай іс-шараларды қамтып жатыр. Бүгінгі таңда тек осы Тәжейден Батырұлы қалалық мешітінің өзі 200-ден астам кісіге әртүрлі азық-түлік пен көмектер жасалды. Қайырлы іс әлеуметтік бағдарламалар бөлімі берген тізімнің негізінде жүзеге асты, яғни тұрмысы төмен отбасылар, көп балалы және жалғызбасты аналарға қамқорлық көрсетілді. Сондай-ақ балалар үйінің түлектері де назардан тыс қалмады. Көмек беріп жатыр. Соған көп рахметімізді айтамыз. Өзім мен шаңырақ жасөспірімдер үйінде тұрып жатырмын. 2 балам бар. Жаңа сол көмек беріп жатқандар үшін көп рахмет. Шаңырақ жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушілер атынан мешіт ұжымына, имамдарына үлкен алғысымызды айтамыз. Қасиетті Рамазан айында айт мерекесі қарсаңында үлкен көмек беріп жатыр біздің 30 тәрбиеленушімізге. Алғысымыз шексіз, үлкен рахмет. 30 күнгі ораза мұсылмандарды татулыққа баулса, айт күнгі қуаныш күйбең тіршіліктегі өкпені азды ұмыттырып, мұсылмандардың бауырмалдығын күшейте түсті. Рауан Дәли, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық арнасы.